Assalamualaikum salim birdik mübarek yüzdürdüңdü жаңа көрдük. Ey сүйінбай тоқтат сөзіңді ояйым ба көзіңді ақымын деп ойлайсың мен тұрғанда өсіңді Шығарма қатаған үніңді қырғыз қазақ қосып жалпылдатпа. Бүгінгі қазақ әдебиеті бағдарламасында атақты Сүйінбай Ароновның шығармашылығы мен қазақтың айтыс өнеріне тоқталатын боламыз. Сабақтың тақырыбы белгілі болса, сабақтың мақсатына келсек, әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау, көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, үзінділерді шатқайту. Алдымен айтыс өнері дегеніміз не? Ол қазақ ауыз әдебиетінің бір түрі. Сөз барымтасы, сөз жарысы. Айтысқа екі адам қатысады. Айтыс өте ерте заманнан келе жатқан өнеріміздің бірі. Айтыстың бірнеше түрі бар. Ең көне түрі бәдік айтыстан бастап, қыз бен жігіт айтыс, түре айтыс, сүре айтыс, өлім мен тірінің айтысы, ақындар айтысы, салт айтыс, жұмбақ айтыс болып бөлінеді. Ал енді Сүйінбай Ароновның шығармашылығына келсек. Сүйінбай 19 ғасырдың 30 жылдарынан 80 жылдардың соңына дейін 60 жылдан астам іркіліссіз жырлаған, айтыста жеңіліп көрмеген аса көрнекті ақын жырау. Оның өлеңдері мен айтыстарында 19 ғасырда қазақ елінің өмір тіршілігі, арман мұраты көрініс тапқан. Жасынан қолында билігі мен байлығы барларын кедей-кепшікке көрсеткен зорлық-зомбылығын, әлеуметтік әділетсіздікті көріп, біліп өскен ол қара халықтың жоқшысы болды. Би мен бектің, мінерлердің халыққа жасаған қиянаттарын алмастай өткір жырларымен естен кетпестей ғып бетіне басты. Ақынның қолда бар шығармаларын түгелдей қарастырсақ, оларды негізгі 3 салаға жатқызуға болады. Толғау, арнау, айтыс. Сонымен сіз біліп жүру тиіс 5 дерек. Сүйінбай Ароновы 1815-1889 жылдары өмір сүрген. Айтыс өнерінің шебері, Алматы облысында туған. Жамбылдың ұстазы, тарихи жырлардың авторы екен. Тарихқа белгілі болған Сүйінбай мен Қатағанның айтысы. 1848 жылдың қоңыр күзінде қырғыздың бай манабы Орманхан шешесіне ас береді. Бұл жиынға аралас-құралас отырған қазақтың тезек төре, бөлтірік шешен бастаған игі жақсылары бір қауым ел болып қатысады. Астың ақындарсыз өтпесін білген ақын жанды тезек төре елге атағы жайылып таныла бастаған Сүйінбай ақынды ала барады. Алдымен сөз бастаған Қатаған сөзбен төпелеп, Сүйінбайды бірден ықтырып тастағысы келеді. Сүйінбай тоқтат сөзіңді, ояйым ба көсіңді, ақынмын деп ойлайсың мен тұрғанда өсіңді. Қисық ағаш кездесті бір құрайын тесімді, барың болса ғарышта барарда жерің сесілді. Сыртыңнан іздеп жүрушем, келтірді құдай кесіңді, Қатағанды байқамай түстің бе бәлем қолыма. Үрлейін мес қыптеріңді, тырнағыма өленсең көтірлетіп шайына. Осылайша қырғыздың ақыны Қатаған байлығымды айтайын, көптігімді айтайын деп келіп, ары қарай нәсілі артық жаралған ру тайпаларымен мақтанып кетеді. Сөз кезегі Сүйінбайға келгенде, Сүйінбай домбырасының құлағын бұрап-бұрап жіберіп, айналадағыларды селт еткізе айқайлап былай дейді. Қашырма төрем қаныңды, кіргізейін жаныңды, Қатағандан жеңілсем, талап алғым балымды, іздегенім осы еді, іздегенім табылды. Бұл отырған Қатаған, мұнша неге қағынды, ақымақ туған Қатаған, жүрегің неден қабынды, беделіңді түсіріп, төгейін сенің арыңды, бар қазақтың атынан қағайын біраз табылды, қазір тартып аламын кеудеңдегі жаныңды, қабағын шытса Сүйінбай, тарту қылып тартарсың қойныңдағы жарың.
жарыңды айдап келіп берерсің, алдыңдағы малыңды, малыңда түгіл барыңды, өз-өзінен қағынып қатаған сөзде жаңылды. Болаттан бұрыш қылышпын, алтыннан соққан сабымды, ажалы жеткен қатаған қызып тұрған темірге өзі келіп қарылды. Алжыған тазы секілді аңламай жаптың аңыңды, еліме неге келдің деп далбасалап қарынды. Жүйрік аттай өсілсем көре алмассың шаңымды, түбіңді қозғап қайтесің көтеріп қатқан қағыңды. Ақылсыз туған қатаған иттігін қашан арылдай. Бұл айтысты Сүйінбай осылайша әуелетіп айта береді. Сонда төрде отырған Орманхан: «Сүйінбай балам, тоқтат, жетемізге жеттің. Сен жеңдің, қатаған жеңілді» деген екен. Жиында екі елін айтысын басқарып отырған Қара Бәйтік: «Сүйінбай, не тілейсің, тілегің не?» деп қолқа салады. Айтысты тыңдап болсақ, айтыста жиі кездесетін бір әдеби ұғымға тоқталсақ, ол сарказм. Гректің сарказмыс, ащы мысқыл, жанға батыру, күлкі етудің бір түрі. Құрылымы жағынан иронияның ұлғайған түрі. Иронияда әдетте зілсіз, көбіне іш тартпа, әжуабау басым болса, сарказмда ол шарықтау шегіне жетіп, батыл, ашық әшкерелеуге көшеді. Ақындар айтысы барысында қарсыласын ащы мысқылмен кекетіп, келемеждеу, жігерін жасыту мақсатында сарказмды көп қолданған. Енді осы айтысқа өз бағаңызды беріңіз. Дескриптор: ақындардың автопортрет мінезін, іс-әрекетін салыстыру. Сонымен сабағымызды қорытындылай келе, сізге 3 сұрақ қойғым келеді. Не оңай болды, не қиын болды, нені білгіңіз келеді?